Қадірменді ағайын, Атырау облысындағы су тасқыны бойынша қазіргі таңда жағдай өте күрделі. Biz bana değerli kirkettik, ayıklarımız tındağın yoksa, kalan suğa getirip tadına var. Solay mı? Solay mı? Anı oldu mu özür? Ясно, понятно. Yürüyordum onu. Konkretin ayıtkanda ne, kanday şara қолданады, biz sizlerге айтып кеттік қой. Қандай шарасы бар болды, бұлар басқа шара, қалан конусу суға кетіретін түсірмен не? Біздің қала керек бізге. Біз сол үшін жанымызды беріп, тілсіз жау болса да, біз любой жауға төтеп береміз. Так что мына жерде сендер егер сол тілсіз жауып сөз сөйлейтін болсаңдар, жау болып есептелесіңдер, ескертіп қояйын. Сол үшін келіп тұрып көрсек. Енді біздің айтып отырғанымыз, ана нені балжыгитті бұзбай жатыр дейді, тыңдап отырсыңдар ма, бауырым? Штабтағы Әнуар, сендерге айтып отырған. Тыңдап отырсың ба? Кішкене айтып отырсың. Айтайын, әзілін деме, жайлап сөйле. Так, жігіттер, қазір бізге мына кімні балжыгиттің несін бұзған жоқ дейді, бұзды дейді. Бізді қазір бұл жерде жігіттер болып келіп тұр, біздерге көзіміз жеткізіңдер бұзылған. Біріншіден, көруіміз керек, біз сол үшін келіп тұр. Сонда бізге ұйымдастырып келіңдер, вертолет шақырыңдар, бір ыңғайлы жерге. Бұл жерде 10 шақты бар, 20 шақты жігіт барады, көздерін жеткізеді, сосын ар жағындағы екінші планда айтады, бірақ уақыт тұстар алдымыз түн, уақыт жоқ, кешке дейін керек нәрселер бәрі түйтіп керек. Түннен аман шықпайсыздар. Былай болатын болса, сендер ана айтады дейді, 3 күннен кейін суға кетірсіздер. Ауыл суға кетіп қойып, бүйтіп отыра беруге болмайды. Соған жұмылдырыңдар. Мына жерде ответственныйсыңдар ғой. Бізге де вертолет дайындаңдар. Біз барып балжыгиттің несін көз жеткізу керек бұзылғанына. Екінші шаруаны осы жерде походу шеше береміз. Сендер ағалта 8 мына жерде бейітсіз отырғанда біздің қала суға кетіп жатыр. Соны ұмытпаңдар. Бұл жерде ауылдың жігіттері бар, ұят болады бәріне де. Қала суға кетіріп алсақ, дамыған заманда мынандай. Әнуар, шешіле ме? Сол шаруа шешіле ме емес. Сол шаруа біздерге конкретно біз сіздерге халық атынан келіп отыр. Көз жеткізу. Шылын жағын ойлап жүрген адамдар емес. Общий айтып отырған нәрсе ол керек. Қаламыз үшін, өзіміздің жойымыз үшін. Бөгеймайсыздар, бөгейгендер бәрі кетіп қалды. Сондықтан давайте сағаттап ана рапсалардың алдында театрға вертолетті бер жақта алғызыңдар. Вертолет неге ұшып? Вертолетті салярға отырып жүр ғой, салярға. Ана вертолет шақыртыңдар. Бірінші шаруа сол. Барып ананы тексеру керек сіздер. Сендер бүйтіп қағазсыздар, ананы бүйтіп карта, Google картадан шығарып алған сіз. Google карта 2-3 жылда бір рет обновляться етеді, свежий, спутниковый не болу керек қой сендерде деген. Не істеп отырсыңдар жерде сендерде бар ғой? Алып шалудың арқылы сөйле дейсің. Трачка, бұл жерде бәрі ауылдың малдары. Сөзді бөлмеңдер, тыңдап тұрсаңдар. Ана рациянды алып, вертолет шақырып, біздің 10 адам барады конкретно. Сосын ахуалын көреді, мұнда қайтып келеді. Оған дейін не істейтіндерін айтамыз. Жасай аласың ба? Ана жеңнің бойы бар ғой, неге ақшамға қарай жармайтынсыздар? Сосын кешегі ана базықтың тығып қойып тұрған ана көпіріне соны жар сендер жарамыз қазір. Осы жерде сүйіктің аман шықпайсыздар, қала суға кетіп қалып болса, сендер соттаймыз беріп отыр. Айқалайтын жоқ, конкретно айтып отырған. Мен айтып отырған, ол емес. Вертолет дайындап беріп өсті. Трач, брат, құттай саласынпашқа, оны шешеміз. Вертолетті шақырт, қай жерге қоналады, сол жерге балдарка мәшинен барады да, балжыгиттің несіне барады беріп отыр. Сосын ана, брат, сен мост деп тұр ғой, сол мостты қарап көр, судың жағдайы қалай болып тұр. Не болғанда да суды арғатауға өліп қалаға емес. Және өздерін етіп қалдыңдар сендерге, болды, сендерге нөл. Болды, бүгінден бастап сендер бұл жерде жұмыс жасамайсыңдар, есептей беріңдер. Сен емді өстің ғой. Вообще су жоқ. Құрғап жатыр, не істеп жатсыңдар? Ана түгілден айыз баяғыдай. Давайте, жігіттер, ауылдың жігіттері келіп тұр сендерге. Вертолет шақырып, ағаның жігіті сен бауырым, ана мостына қарап көр. Кім бар да, қазір анда түгелбайда жарат жерлерді көрсетеді, театр, сонда бізге адыртып беріңдер. Сосын мына жерде орындарды босатып шығарып тастаса, бір-екі адам қалса жарайды бізге байлар ұстап отырады. Өзімізде шешеміз бар. Ауылда таматқан дейді, сендерсіңдер, любой шаруаны ауылда өзіміз бітіреміз. Қазір бара тұрмыз. Паместан қарау керек қой, Паместан. Барыңдар, вертолет шақыр, қай жерге қоналады, сол жерге біздің балдар барады, тексереді соны. Мынандай бағым бар ғой, халық жауы болып қалмаңдар. Мен сіздерге айтайын, қағазға қарап, мен де отыра аламын. 300-700 зарплата алыппын.
Давайте. Серьезно айтам. Түртөсүздү. Штагаттайк. Болом чакыршы вертолет или мен саған не Тоқаевтан не указание. Қадірменді ағайын, Атырау облысындағы су тасқыны бойынша қазіргі таңда жағдай өте күрделі. Өздеріңізге белгілі Атырау өңірінде 5 өзеніміз бар. Үшеуі Ақтөбе өңірінен бастау алатын болса, екеуі Ресей Федерациясынан. Қазіргі таңда Ақтөбе өңірінен бастау алатын 2 өзен бойынша елді мекендерге қауіп сейілді. Бұл Сағыз және Ойыл өзендері. Жем өзеніне қатысты, Жем өзенінің өзінің арнасынан шығып, кең көлемде жайылып, осылай тасып келіп, қазір Құлсары қаласын қоршауға алып, соның салдарынан 2 мөлтек ауданына су кіруі орын алды. Нәтижесінде 100-ге жуық тұрғын үй су басуын орын алып, 5 бизнес объектісінің су басуы орын алып отыр. Осы сәтті пайдалана отырып, тұрғындарға айтқым келеді. Осы зардап шеккен тұрғындардың бірде-бірі өздеріне келген зардаптардың барлығы өтелетін болады. Және біздің әрқашан бақылауымызда тұрады. Менің тапсырмаммен қазіргі таңда Жылой ауданы әкімдігінің арнайы комиссия құрылды. Мына су кеткеннен кейін олар өздерінің осы шеккен зардаптар бойынша өздерінің қорытындыларын шығарады. Және барлығына біз қолдау көрсетіп көмектесетін боламыз. Бұл жөнінде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы тапсырма берген. Осы сәтті пайдалана отырып, осы өңіріміздің тұрғындарына, әсіресе жылойлық тұрғындарға, Құлсарының ел белсенділеріне, әскери адамдарға, еріктілерге арнайы өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Себебі барлығымыз осы 4 күн ішінде бірлесе отырып, күндемей, түндемей, ұйықтамастан барымыз бірге болып, осы жұмыстардың барлығын бірлесе атқардық. Әрине өкінішке орай 2 мөлтек ауданымызды суға алып отыр, бірақ алдымызда қауіп әлі де сейіл бар. Сондықтан да бірге ары қарай жұмыстанатын боламыз. Біз әрқашанда біргеміз. Біз зардап шеккен тұрғындарымызды жалғыз қалдырмаймыз. Әрине қолдау көрсетіп көмектесетін боламыз.